Сәлеметсіздер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз кейіпкерлер образы. Оқу мақсаты көркем шығармадағы образ, көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау. Көркем шығарманың тілі, шығармадағы көркемдегіш құралдардың қолданысын талдау. Бізге 5 минут арнаңыздар. Бүгін біздер Қыз жібек жырын қызықты қылып мазмұндап беруге тырысамыз. Ендеше кеттік. Қара теңіз жағасында Жағалбайлы деген елде Базарбай деген бай тұрыпты. 3 қатыны 9 ұлы бар екен. Шалқып толқып өмір сүріп жүргенде елге оба келіп 9 ұлы бірден опат болады. Базекең ашуланып кетіп, тағы 6 қатын алып, әйтеуір кіші әйелі 2 ұл тауып береді. Үлкен ұл Төлеген 12-ге келген соң үйленетін қыз іздейді. Үйленбегенде қайтсын, оқитын оқу, баратын әскер, істейтін қызмет жоқ. Бірақ 16 жасқа дейін ешкімді ұнатпайды. Сол кезде бір саудагер келеді де Төлегенге Ақжайықта 6 шекті деген елдің қыздары сұлу дейді. Төлеген қыз көруге аттанбақ болып, көк тұлпар атын 100 жігіт, 9 нар алтын күміс, 40 түйе қант пен шай, 250 жорға алады. Шекті еліне жетіп, қызын көрсеткеннің бәріне бір-бір жорға дейді. Шектілер келіп, қыздарын көрсетіп, бірнеше күннің ішінде 210 жорғаны алып кетті. Қызы жоқтар ұлдарын қыз қылып киіндіріп әкеліп, бір-бір жорғаны мініп кеткен шығар, иә? Тегін жорға деген жалпы рахат қой. Төлеген саудагер бізді алдады, қыздары сұлу емес екен деп ренжіп қалады. Сол кезде шектінің ханы Сырлыбайдың уәзірі Қаршыға естіп, Төлегенді барып көрейін, мен ұнатсам ханның қызы Жібекке де ұнайды деп Төлегенге келеді. Қаршыға, мен саған ханның қызын Жібекті көрсетейін, маған да жорға бер дейді. Ханның қызы деген соң Төлеген 2 жорғаны бірден береді. Сөйтіп Жібектің ауылына келсе, ел жайлауға қарай көшкен екен. Төлеген мен Қаршыға көшті аралайды, сөйтіп сұлулығы бірінен бір өткен 15 қызды көреді. Жалпы Жайықтың қыздары сұлу ғой. Иә, сөйтіп біреуі де Жібек емес екен. Әзер дегенде Жібектің пәуескесін қуып жетеді. Төлеген кім бар деп дауыстайды. Қыз Жібек сырттан айқайлап шақырғанға намыстанып үндемейді. Сол кезде Қаршыға Жібекке келіп, керемет жігіт ертіп алып келіп тұрмын ғой, бетіңді бір көрсетеді дейді. Жібек, сенен жігіт сұрадым ба деп ашуланады, бірақ амандаспағаның дұрыс болмас. Бетімді ашып отырғанымда жөн емес қой деп бетін бір жарқ етіп көрсетеді де жоқ болады. Төлеген бірден қашып. Төлеген қыз Жібекке қатты шалқақтама, кесірім мына елге тиіп кетіп жүрмесін дейді. Жібек, кесірім саған тиіп кетпей жүргенде аулақ жүрші дейді. Енді біздің тілімізбен айтқанда кәдімгі пикап пен флирт қой енді. Бұл кезде Сырлыбай хан Қаршыға жалғыз атты жолаушыға қызымды көрсетті, жауабын берсін енді деп ашуланып жатыр екен. Қаршыға Төлегенге өзің барып жөніңді айт енді дейді. Төлеген барып жөнін айтады. Хан, сен менің қызыма лайық екенсің, Қаршыға дұрыс істепті деп ризалығын білдіреді. Сөйтіп той қамына кіріседі. 3 ай қалыңдық ойнаған соң Төлеген үйге қайтам дейді. Сол кезде Жібек түс көріп жеңгесіне айтады. Жеңгесі Төлегенге айтады. Қара жорғаны ер тоқымсыз бос көріпті. Алдында жанған шырақты біреу өшіріпті. Қолындағы түйғынның мойнын қиыпты. Осы кеткеннен оралмайсың деп жатыр. Төлеген түс түлкінің боғы деп оған сенбейді. Мен өлсем Сансызбай деген інім Шеге деген ақынмен келер деп кетіп қалады. Еліне жетеді, әкесі қуанып той жасайды. Той үстінде Төлеген Базарбайға бәрін айтып береді. Базарбай келінді әкелуге келесі жыл бар дейді. Осы жерде Базарбайды ешкім түсінбейді. Төлеген тыңдамай кетіп қалады. Базарбай ашуланып, мына Төлеген тілімді алмай кетті. Бірін кетсеңдер бәріңе теріс батамды берем дейді. Жұрт Төлегенге ермей, Төлеген жалғыз өз аттанады. Жолда Қособа деген жерде Жібекке сыртынан ғашық Бекежан деген қарақшы 60 жігітпен Төлегеннің жолын тосып жүр екен. Төлеген бір күн кешіксе азықтар таусылып кері қайтатын еді. Бірақ Жібекке асыққан Төлеген қатты жүгірген ғой. Осылайша 60 жау Төлегенді қоршап, Бекежан Төлегеннің артынан кеп атады. Төлеген аттан құлап, тым болмаса көміп кетіңдер дейді. Бірақ қарақшылар көк жорға атты мініп кетіп қалады. Содан Төлеген айдалада көз жұмады. 8 жыл өтеді. Бекежан енді Жібекті өзім алайын деп Жібекке барып, Төлегеннің өлгенін хабарлайды. Жібек, оңбаған деп ашуланып, Алтағасын шақырады. Алтағасы жүгіріп кеп Бекежанды өлтіреді. Бұл кезде Сансызбай ер жетіп, қасына Шегені ертіп, ағасын іздеуге шығады. Жайыққа келсе, Хорен деген қалмақ 9000 әскермен кеп Жібекті алайын деп жатыр екен. Төлегеннің өлгенін естиді де, ағамның аманатын орындап Жібекті алып кетем дейді. Тойға барса, Төлегенді жоқтап жылаған Жібекті көреді. Шеге Жібекке келіп Сансызбайдың келгенін хабарлайды. Жібек қатты қуанып, Хореннің атын сұрап алады да Сансызбай, Шеге үшеуі елге қашады. Хорен, қызды қашырып жібердіңдер деп Сырлыбайға әлек салады. Қаршыға, атты берген өзің ізде дейді. Хорен қашқындарды қуады. Жолда Сансызбаймен жекпе-жекке шығып, Сансызбай Хоренді атып түсіреді. Сөйтіп Жібекті еліне келіп той жасайды. Сол кезде Хореннен қалған қалмақтың әскері келеді. Сансызбай бәрін жеңеді. Сөйтіп Жібек пен Сансызбай бақытты ғұмыр кешеді. Қыз Жібек осымен тамам. Қазақ ауыз әдебиетінің тілі бай, сюжеті тартысты, тамаша лиро эпостық жыр.
Шығарманың кейіпкері дегеніміз оқушылар көркем шығармада суреттелетін оқиғаға қатысушы адам, әдеби образ. Ал әдеби образ шығармадағы көркем бейне. Шығарманың қаһарманы көркем шығармада жан-жақты толық суреттелетін негізгі тұлға, басты кейіпкер. Әдебиетте троп немесе қазақ тіліне аударғанда көріктеу сөздер деген термин бар. Көріктеу сөздер дегеніміз шығарманың оқырманға әсерлілігін арттыратын негізгі құралдар болып табылады. Тропты ғалым Қасым Жұмалиев 6 түрге бөлген: метафора, метонимия, синектоха, кейіптеу, аллегория, символ. Ал біз бұл терминдермен 6-5 сыныптан бері таныспыз. Оқушылар ендеше оқу тапсырмасына құлақ түрейік. Төменде 3 бағаналы кесте берілген. Сол кестені үлгі бойынша толтырамыз. Мысалы, жырдан үзінді берілді: бұралып кетіп барады перінің қызы секілді. Көріктеу құралы секілді сөзі арқылы жасалған теңеу. Мағынасы қыздың сұлулығын перінің қызына теңеп тұр. Сіздер төмендегі жырдың үзінділері көріктеу құралының қайсына және оның мағынасы қандай екенін ашып, нақты толық жазуларыңыз керек. Оқу тапсырмасын орындап болғаннан кейін рефлексия жасаймыз. Бұрын білемін, енді білдім.